Мен Ильясова Эльмира Салихатқызы, Алматы облысы, Талдықорған қаласы номер 15 орта мектептің физика пәнінің мұғалімімін. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуге балаға деп Абай атамыз жырлағандай қадірлі мамандық иесі атанғаныма 25 жыл. Қиыны мен жеңілі, қызығы мен қуанышы мол, еңбек жолымдағы педагогикалық ұстанымым маған айтып берсең ұмытып қаламын, көрсетсең есімде сақтаймын, өзіме жасатсаң үйренемін. 15 орта мектеп табысты мектеп жобасы аясында сандық ортаны құруды алып отыр. Мектептің жұмыс жүйесі осы жобаға негізделген. Соған байланысты менің жұмыс жүйемнің тақырыбы сандық платформаларды қолдану арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын арттыру жолдары. Мақсаты: физика сабағында сандық платформаларды қолдана отырып оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын арттыру, қазіргі заман талабына сай шығармашыл тұлға тәрбиелеу. Міндеттері: білім алуда қажеттіліктерді күнделікті сабақтарда қолдану, сапалы оқытуда сандық платформалар тиімді пайдалану жолдарын меңгеру, зияткерлік рухани адами тұрғысында дамыған әлемдегі әлеуметтік өмірге бейімдеу. Нәтижесінде функционалдық сауаттылықтары артқан, қазіргі заман талабына сай шығармашыл тұлға қалыптасады. Менің жұмыс жүйемнің моделі ретінде таразыны алып отырмын. Таразының бір басына өзім сабақ беретін сыныптарымды қоямын. Ал екінші басын теңестіру үшін бірінші кіртасына электрондық білім беру ресурстарын алдым. Бұл жерде дайын электрондық оқулықтар және бейнероликтер қолданылады. Бейнероликтер барлық тақырыптарға жинақталып, жүйеленген. Мұндай бейнероликтерді мен әсіресе сабақтарда атомның құрылысын, молекула, сәулелердің таралу жолдары, тіпті парақтан да өтіп кетеді. Метр бетон қажет. Одан кейінгі екінші қолданылатын кіртасы бізде физикалық құралдар. Бізде лабораториялық кабинетінде барлық физикалық құралдар бар, әр бөлімге байланысты. Осы құралдарды сабақтың тақырыбына байланысты алып кеп оқушыларға көрсетемін. Себебі Конфуцийдің айтқан сөзі бар: егер көрсетсең есіме сақтаймын, өзіме жасатсаң үйренемін деп. Сондықтан оқушыларға мұндай құралдарды алып келген кезде оқушылар бұл құралдардың түрі қандай болады, қай жерлерде қолданылады, және ол құралдарменен жұмыс істей отырып, ол қандай физикалық шамаларды өлшейтіндіктерін, және ол құралдар қалай жалғанатыны, түрі қандай болатындығы, және қай шаманы өлшейді деген сияқты сұрақтарға жауап болады. Зертханалық кезінде оқушылардың өздеріне жасатсақ, олар өздері өлшеп, нәтижесін өздері шығарып, қорытындысында өздері жазады. Одан кейінгі қолданылатын келесі кіртасы бізде виртуалды зертхана деп аталады. Бұл жерде дайын сілтемелер арқылы оқушыларға жіберіледі. Бұл бізде қандай құралдар жоқ болған кезде бір бөлімдерде немесе бір эксперименттік есептер шығару кезі керек болатын болса, сондай жағдайларда қолданамыз. Бұндай эксперименттік бұл виртуалды зертхананы оқушыларға сілтеме жіберіледі. Оқушылар өздерінің ұялы телефондары арқылы ашып, тәжірибені емін-еркін жасай алады. Өздері өлшейді, есептейтін физикалық шамаларды есептейді және нәтижесінде өздері шығарып отырады. Одан кейінгі соңғы таразының басын теңестіретін төртінші кіртасы бізде ол сандық платформалар. Мұндай сандық платформаларды 2017 жылы цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асыру аясында халықтың цифрлық сауаттылықтарын арттыру кезеңі бастау алып, еліміздің барлық саласында жұмыс істейтін халық толығымен ақпараттық технологияларды игеруде. Біз де соны игере келе, пандемия басталғаннан бері сандық платформаларды өзіміздің сыныптарымызда қолданып жүрдік. Ең бірінші қолданылған платформа бұл классрум. Өзім сабақ беретін бүткіл сыныптарға классрумда кабинеттер ашылған, оқушылар түгелдей тіркеленген. Бұл жерде оқушылар тапсырманы жібергенде қанша оқушы жіберді, қанша оқушы жіберген жоқ. Бұл жерде тексеріп, балдарын қойып, комментария жазып жүруге болады. Және одан кейінгі ашылған кабинеттер, бізде қорытынды аттестаттауға ашылған кабинеттер бар. Егер лентаға жүктелінген құжаттар болса, оқушылар өздері ашып көріп керекті жерлерін түртіп алады. Ал егерде тапсырма деген жерге жүктелетін болса, оны тек қана мұғалім көреді.
Одан кейінгі ашылған кабинет бұл біздің бірлестігіміздің кабинеті. Ол жерде қысқа мерзімді жоспарларды жүктеп қоямыз, кез келген кезде ашып көрсете аламыз. Одан кейінгі қолданылатын платформа ол бізде Google документ. Google документте сабақты бір қорытындылау кезінде, қайталау кезінде тест беретін болсақ, тестті орындағаннан кейін балалар сол сілтемеге жауаптарын белгілеген кезде, жаңағы оның дұрыс жауабын қоя қалған кезде оқушы өзі қай сұраққа дұрыс жауап берді, қайсына дұрыс жауап бере алған жоқ, бірден көріп отырады. Және кері байланыс ретінде де берсе, оқушылар өздерінің аты жөні тұрған жерге кері байланыс бере алады. Соны да бірден тақтада көріп отырамыз. Одан кейінгі қолданылған платформа ол Google форма. Бұл жерде сол пандемия кезінде әрбір сыныпқа, әрбір 90-ға 2-3 нұсқада БЖВ, ТЖВ тапсырмалары құрастырылған. Қазіргі сабақ барысында да тапсырмалар құрастырылып, соның барлығы осы жерге ілініп қойған. Сілтеме жіберіледі, оқушылар өздерінің ұялы телефондары арқылы тапсырмаларды орындап қайта жібереді. Бұның бір тиімділігі, мысалға 10-11 классқа сабақ береміз, ол жерде 200-300 оқушы тексерген өте көп уақыт алады, ал бұл жерде дайын бірден тексеріліп, қанша балл алғандықтары бірден көрініп отырады. Мысалға айтайық, 20 балл болса, оқушы соның қаншасын алды, бірден сол жерде жауабы шығып тұрады. Біз содан кейін бұл жерде оқушылар өздері қатемен жұмыста жасай алады, қай сұрақтан қате кетіргендерін, жібергендерін де өздері көре алады. Бұл Google форманы біз биылғы 2022 жылы PISA осы 15-ші мектепке түскен. Сонда біз сандық функционалдық сауаттылықтардың балама тапсырмаларын құрастырып, осы Google форма арқылы оқушылардың білімін тексеріп отырдық. Және одан кейінгі тағы қолданылған платформа бізде ол QR-код. QR-кодтың астына есептің жауабын қойып қоюға болады. Немесе бірнеше сұрақты QR-кодтың астына жасырып қойып, оқушы таңдаған QR-кодтың астындағы сұраққа жауап бере алады. Немесе бір сілтемені қойып қойып, мысалы мынаның астына менің YouTube каналымда бір сабағымның сілтемесі тұр. Және сонымен қатар бізде қолданылған тағы да платформа бұл Learning-Hub, Kahoot, Padlet.com, WordWall, Qzys, Kaggle, Vaclav, ClassTime, Online TestPad, Nearport деген сияқты сандық платформаларды да қолданып отырдық. Соның нәтижесінде функционалдық сауаттылықтары артқан, қазіргі заманның талабына сай шығармашыл тұлға қалыптасады. Мына мен оқушыларымның жетістіктері, ал мына жерде мен өзімнің де жетістіктерім бар. Одан кейін журнал газет беттеріне шыққан мақалаларым, авторлық бағдарламаларым, ғылыми жоба жұмыстарым, біліктілік курстарынан өткен сертификаттарым барлығы жинақталып жүйеленген. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.